Достар, сіздермен бірге мисс Иника. Мен бүгін менің әке-шешем бай, бірақ та маға ақша қалдырмады деген анимацияны аударып дыбыстаймын. Сізде аударып дыбыстаған Нуркалиева Іңкәр. Сәлем достар, менің атым Джейнс. Мен өзіме новый телефон қаладым, бірақ менікі ескі. Маған бұл жақсы, бірақ та әкем менің бұрында көп жалақысы болды. Енді біз бүгін жаңа мектепке тұруды қаладық. Мен қаладым. Маған барлығы менің пландарыма байланысты мен бір жабық ұлдарға арналған мектепке көштім. Онда барлығы мені жақсы көре бастады. Бірақ та біз бір деформамен жүрсек, бірімізде аумай қалады екеуміз. Олар өздерінің айфон соткаларымен өздерінің фотоларын көрсетті. Ал менікі тым ескі еді. G5. Мен қатты мұңайдым, өйткені менікі ескі болды. Мен көрсетуге қиналдым. Және де әке-шешемнен сұрауды ұйғардым. Мен әке-шешемнен телефонды сұраймын. Олар маған алып береді. Содан кейін мен олар сияқты күшті болам. Олар маған алып береді, өйткені әкемнің жалақысы көп. Біз жаңа жылда бірге қарсы алдық. Олар маған уәде берген еді, бірақ та олардың ақшасы жетпей қалды. Оларда көп болса да маған алып бермеді. Мен жақсы болуға тырыстым, бірақ та олар маған ол өте қымбат деді деп қойды. Бірақ та мен ескі болса да күшті болатын. Олар маған алып бермеді. Мен өзім интернеттен қарауды ұйғардым. Олар өздері түсірген фотоларды қарадым. Бірде мен байқап қалдым, бір жаман бетті қап-қара ол өзінің планшетімен сынып тұрғанды білді. Өйткені оған ақшаға туралы көп проблемалар бар еді. Маған бір ой келді. Мен өзімдікін сындырамын, ал өздерінің жалғыз ұлын ата-анасы қалдырмайды ғой жалғыз, маған сотқа алып береді. Ал мен оны раковинаға тастай салдым, және де өтірік жыладым. Содан кейін мен ойладым өзімді, актер секілді болдым-ау деп ойладым. Бірақ әкем маған бәрін біліп қойған секілді. Қандай өкінішті, бірақ та біз саған алып бермейміз сотқа деді. Мен қатты қынжылдым. Гаджетіммен бірге өзім де суға түсіп кеттім. Бұрынғы ескі соткалармен бірге. Маған бұл өте қиын болды. Бұны есіме түсірген сайын жылағым келеді. Бірақ анашым маған өзінің ескі кнопочный өте ескі Wi-Fi тіпті жоқ телефонын кнопочный телефонын берді. Ал мен оны алған жоқпын. Әкем айтты, сен бізбен бірге жұмыс істе деді. Мен келістім. Мен жұмыс істеп бастадым. Әкемнің айтқан секілді мен де жалақы ала бастадым. Мен жалақы ала бастадым. Менің бүгін жалақы алатын кезім еді, бірақ бұл маған қиын болса да мен оған талпындым. Мен жалақы алдым, бірақ $3 алдым. Бұл маған жетпейді. Мен қатты жұлындым, қатты ашуландым. Әке-шешем де ашуланды. Анам маған айтты, сен өзің үлкен ер жігітсің, енді өзің біл не істейтініңді. Сен бізге қарсы шықпауың керек, өз бетіңмен жүруің керек, енді сенің жұмыс істеуің керек деді. Мен интернеттен қарап отырдым. Мен кітапханашының көмекшісі болуды ұйғардым. Оған біраз
көп құжаттар керек еді. Мен ойландым, бірақ та мен iPhone алу үшін барлығын талпындым. Басқа жұмыс жоқ па деп қарадым, бірақ содан басқа жұмыс жоқ екен. Мен оған көмектестім, қатты көмектестім. Мен шаршадым. Менің ақшам iPhone-ға жетуі керек, бірақ менің достарыммен бірге уақыт өткізетін уақытым жоқ болды. Барлығы маған күле бастады, ал мен өз жолыммен кеттім. Олар мені жайыма қалдырды. Содан кейін менің жалақым өсті де iPhone-ға, телефонға жететіндей ақшам болды. Мен өзімді қатты мақтадым. Мен қайта еттім. Әке-шешем менен сотка сұрады. Мен әке-шешемден сотка сұрадым, бірақ мен ала алмадым. Сондықтан да сол зарплатама iPhone 6 алдым. Олар әке-шешем менен қатты мені жақсы көре бастады. Мен өзім машина алу үшін өзім ақша жинап жүрмін. Сіздермен болған мен Джейд. Маған лайк қалдыруды ұмытпаңыздар, подписаться етуді де. Достар, бұл менің видеом болды. Аударып тастаған Туркалиева Аңкар. Ендеше сау болыңыздар. Достар, сіздер де Джейд сияқты болыңыздар. Өте еңбекқор болыңыздар. Ол қаншама талпынды, бірақ та ол өзінің мақсатына жетті. Сіздер де сөйтіп еңбектеніп мақсаттарыңызға жетуге тілектеспін. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.